Сәлем оқырман, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз қалай? Әдеттегідей 24-7 үйде болатын гүлімнен жалынды сәлем. Бізде әдеттегідей 24-7 үйде болсақ та, суббота, воскресенье, как положено, үйде генеральная уборка болады. Сол бүгін генеральная уборканың бүгінгі күні суббота. Осы бар ғой, әйел баласына қатты тиетін, менің үшін қатты тиетін сөздердің бірі үйдесің ғой. Үйдесің ғой, не істейсің? Үйдесің ғой, не істейсің? Үйдесің ғой, не істейсің? Үйдесің ғой сөзі адам баласына жеңіл тиеді деп ойлаймын екен. Неге олай айтады екен? Сіздерде де ондай жағдай бола ма? Декреттегі мамашалар айтып едіңіздерші. Сонда үйдегі тірліктердің бәрі өзіне өзі істеліп, тамақтың бәрі өзіне өзі істеліп, шаңдар сүртіліп, үйдер сыпырылып. Сен қыз жата бер, бәріміз өзіміз істей береміз, өзіміз сыпырыла береміз, өзіміз шаң сүртіле береміз. Пияздар шешініңдер, сендер тамақтарды істей беріңдер, қазір гүлім демалып жатыр деп өздері істеріне бере ме екен. Сондықтан әйел баласын сен үйдесің ғой деп декреттегі маманы одан әрі баса бермеңіздер. Ана бір сөз бар еді ғой, сырттан қарағанда үйдегі адамның шаруасы қиынырақ деп. Қанша жыл үйде отырса да үйдегі адамның бәрібір жұмысы қиынырақ, үйде отырғанның үйдің аурасы адамға қатты қиын болады. Солай 24-7 үйде болатын гүлімнің тірлігі, бүгінгі тірлігі осы үй жинау болды. Бізде де как положено үйде де демалып жатсақ та, үйде как положено суббота, воскресенье кәдімгідей бізде генеральный уборка, генеральный күн болады. Әрине оның арасында балалармен алысып далаға шығып келесің, әйтеуір бөліп істейсің ғой тірліктің бәрін. Арасында балаларды алаңдатайын деп балалармен далаға шығып келесің, солай әйтеуір үйді жинап бітесің кешке дейін. Оның арасында балалармен арпалысып тамағың бар істейтін. Солай балалармен арпалысып тамақты істеуің керек, үйді де жинауың керек, әйтеуір істеуің керек. Бүгін сіздерге әшейін шашылып жатқан үйді көрсетпей, бүгін сіздерге жиналып жатқан үйімді көрсетейін. Бүгін как положено бәрін жинап, шеке болып бәрін жинап шықтым. Сіздерге әшейін шашылып жатқан үйді көрсететін едім, бүгін шашылмаған үйді көрсетейінші. Сіздер шашылмаған үйімді көріңіздерші, мінекей тап-таза үйімді шеке қылып осылай жинап алдым. Әрине бұл жерде кімді мақтау керек? Гүлімді мақтау керек. Гүлімді мақтап жіберіңіздер. Осы бар ғой, мен деген бар ғой, айнаны бар ғой, мың қайтара сүртетін шығармын. Мына айнаны қазір сүртіп қойдым ба, қазір балам, қызым болсын, балам болсын, келіп бетін сүйіп жалап кетеді ғой. Осы кезде бар ғой, сүрткең не сүртпедің не бәрібір болып кетеді ғой. Мына жерде сүртіп тұрмын, айнам тап-таза болып тұр ғой. Қазір қарап алыңыздар деп жатырмын ғой. Өзіңге шамалдан кейін келеді да, бәрін быт-шытын шығарады. Солай әдеттегідей үйімнің бәрін жинап болып, тамағымды 6-ға дейін бәрін беріп болып, әдеттегідей жаттығуыма кірістім. Мына жаттығудың бар ғой, пайдасы деген зор болып жатыр қыздар деген. Кәдімгідей өзім деген рахаттанып тұрып істеп жүрмін ғой ше, денем босап деген. Мына жаттығуларды кезінде басында бастаған кезде қиын санап деген, бүйтіп істеген кезде ауырып, аяғымды көтерген кезде ішім ауырып, қолымды көтерген кезде аяғым ауырып деген сияқты сондай еді. Айтып едім ғой басында денем ауырып деген, көтере алмай неше күн бойы почти 3-4 күн бойы көтере алмай жүрдім бар ғой. Соған қарамастан мен тастап кетпей дальше гүлім давай алға деп соның несінен пайдасынан қазір жаттығудың өзімен пайдасы зор тиіп жатыр. Кәдімгідей емін-еркін белеп жүріп жасап жүрмін жаттығудың бәрін дегенше. Әдеттегідей ұлы менімен бірге қабатасы мен де жасаймын деп жасап жүр. Және де мына дірілдек бар ғой, дірі дегенше соны жасаңыздар. Соның пайдасы зор екен. Кәдімгідей таңертең аш қарынға 1 минут жасаңыздар, солай күніне 2-3 рет жасаңыздар, пайдасын сіздерге зор тигізеді. Солай оқырман, солай бүгінгі менің жаттығуым осылай әдеттегідей жаттығумен аяқталды. Және де маған лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер. Ал оқырман, бүгінгі күнім солай өтті. Және де қарап отырамын, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Всем пока.